Баршаңызға сәлем, есімім Гүлфия, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді манты дайындайтын боламыз. Ыдысқа 550 грамм ұнды електен өткіземіз. Және осы ұнға суық суға тұзды қосып араластырып, сол тұзды суды шетінен құйып қамыр елейміз. Қамыр қатты, жұмсақ болмау керек, орташа болу керек. Суды шетіне құясыздар, бірден құйып жібермеңіздер. Қамыр елегеннен кейін тыну үшін 10-15 минутқа салафанға салып қойсаңыздар болады. Мен бетін крышкамен жауып қоямын ыдысты шетке қарай. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен 500 грамм асқабақ, 350 грамм картоп және 250 грамм пияз алдым. Салмасын өз қалауларыңыз бойынша жазсаңыздар болады. Қазір мен асқабақ, картошка және пиязды 4 бұрышты қылдырып тураймын. Бәрін 4 бұрышты қылдырып турап, ыдысқа саламын. Негізі пиязды блендер немесе мясорубкадан өткізсеңіздер болады. Мен өзіме бірақ қолмен туралған ұнайды, сондықтан бәрін қолмен тураймын. Енді осы ыдысқа 500 грамм тартылған етті саламын. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып. Менде тартылған ет майсыз болғандықтан сұйық май қостым. Егер еттеріңіз майлы болса, онда қоспасаңыздар да болады. Және жақсылап араластырамын. Қамыр 15 минуттай салмасы дайын, жақсы болып жұмсарды. Енді ортасынан бөліп, жартысын шетке алып қоямыз, елеп. Жақсылап елеп алып қойыңыздар. Тынып тұра берсін, қажет болады тағыды. Ал бір бөлігін видеода көрсетілген жайып, немесе өз қалауларыңыз бойынша да жазсаңыздар болады. Бөлек-бөлек қылдырып бөліктерге бөліп, осы қамырды қазір жаятын боламыз. Мені барлық қамырды дайындап қойдым. Үстін салафанмен жауып қойыңыздар, кеуіп кетпесін. Мен тағы да қостым, мені қамыр салафанасына салып. Енді бір-бірлеп жайып, манты түйеміз. Тура видеода көрсетілгендей түйесіздер. Мен осылай түйем. Негізі басқа түрлерде көп манты түйудің. Өз қалауыңыз бойынша түйсеңіз болады. Қамыр жұқа қылдырып жайған дұрыс. Жұқа болса дәмді болады. Қалың болып кетпесін. Және барлық манты дайын болғаннан кейін мен мантаваркаға салып 45 минут пісіремін жоғарғы отта. 45 минутта ішіндегі еті, салмасының бәрі жақсы болып піседі. Мантының осындай түйелі жолы өзіме ұнағандықтан осылай түйіп жатырмын. Өте әдемі болып шығады піскен кезде де. Барлық манты дайын. Енді пісіреміз. Манты пісті, өте дәмді болып шықты. Бәріңізге ас болсын.